Сәлем, қымбатты менің тыңдармандарым. Бүгінгі біздің ертегіміз Қызыл телпек деп аталады. Қымбатты тыңдармандар, біздің ертегіміз Қызыл телпекті жазған автор Шарль Перро ағайынды Гриммдер кітабынан алынды. Ертеде сүйкімді бір қыз болыпты. Шешесі оны өте жақсы көреді екен, әжесі де оны жанындай жақсы көріпті. Бірде мейірімді кемпір немересіне қызыл телпек тігіп беріпті. Телпек оған сондай жарасады екен. Содан жұрт қыздың өзін де қызыл телпек деп атап кетіпті. Бір күні шешесі күлше нан пісіріп, қызыл телпекке былай дейді: әжең науқас көрінеді, барып көңілін сұра, мына күлшемен бір құмыра майды соған апарып бер дейді. Қызыл телпек дереу жолға шығады. Баратын жері алыс еді. Әжесі орманның арғы жағындағы екінші бір ауылда тұрады екен. Қызыл телпек орман ішімен жүріп келе жатады. Бір кезде қарсы алдынан қасқыр шығады. Қасқыр оны жеп қойғысы келеді, бірақ қорқады. Себебі өте жақын жерде отыншылар жұмыс істеп жүр екен. Қасқыр қызыл телпектен «Қайда барасың?» деп сұрайды. Қасқырдың зұлым екенін және онымен сөйлесудің қауіпті екенін білмеген аңқау қыз: әжемнің халін білуге бара жатырмын, оған апамның сәлемдемесін, мына күлше мен бір құмыра майды апарып беремін дейді. Алыста тұра ма? Дейді қасқыр. Өте алыс тұрады дейді қызыл телпек. Анау диірменді, сол диірменнің арғы жағындағы ауылды көріп тұрсыз ба? Әжем сол ауылдың шет жағындағы бірінші үйде тұрады. Білесің бе? Дейді қасқыр. Мен де сенің әжеңнің халін білгім келеді. Бірақ сен ана соқпақ жолмен жүр, ал мен мына соқпақ жолмен кетейін. Қайсымыз бұрын барар екенбіз? Қасқыр өзіне ең төте жолды таңдап алып, барып пәрменімен жүгіре жөнеледі. Ал қызыл телпек асықпай ең алыс жолмен жүріп кетеді. Ол жолшыбай жаңғақ жинап, көбелек қуып гүл тереді. Қасқыр лезде кемпірдің үйіне келіп, есігін қағады. Тық-тық. «Бұл кім?» дейді кемпір. «Бұл мен, сіздің немереңіз қызыл телпекпін», дейді қасқыр даусын жіңішкертіп. «Мен сізге апамның сәлемдемесін күлше нан мен бір құмыра май әкелдім». Кемпір шынында да науқастанып төсекте жатыр екен. Сол себепті орнынан тұрмастан: «Жіпті тартып қалсаң, есіктің ілгегі ашылады», деп айқайлайды. Қасқыр жіпті тартып қалған кезде есік ашылып кетеді. 3 күн бойы нәр татпай, қатты ашыққан қасқыр кемпірді бас салып жұтып қояды. Содан кейін ол есікті жауып алып, кемпірдің төсегіне жатады да қызыл телпектің келуін күтеді. Біраздан соң қызыл телпек есік қағады. «Тық-тық». «Бұл кім?» дейді қасқыр дауысы қырылдап. «Бұл мен, сіздің немереңіз қызыл телпекпін. Мен сізге апамның сәлемдемесін, күлше нан мен бір құмыра май әкелдім», дейді. «Жіпті тартып қалсаң, есіктің ілгегі ашылады», дейді қасқыр даусын жіңішкерте сөйлеп. Қызыл телпек жіпті тартып қалған кезде есік ашылып кетеді. Қызыл телпек үйге кірісімен-ақ қасқыр көрпенің астына жасырынып күлше мен құмыраңды сандықтың үстіне қойды. Өзің менің төсегіме жатып, біраз дем ал дейді. Қызыл телпек төсекке жатады. «Әже, мынадай үлкен қолдың не керегі бар сізге?» дейді ол қасқырдың серейген ұзын қолдарына таңырқай қарап. «Сені қаттырақ құшақтау үшін, балам». «Әже, ал мынадай үлкен аяқтың сізге не қажеті бар?» «Жылдам жүгіру үшін, балам». «Әже, ал мынадай үлкен құлақтың сізге не керегі бар?» «Жақсырақ есту үшін, балам». «Әже, ал мынадай үлкен көздің сізге не қажеті бар?» «Жақсырақ көру үшін, балақайым».
Әже, анадай үлкен түстің сізге не керегі бар? Сені жеп қою үшін деп, қасқыр қызыл телпекті бас салады да жұтып қояды. Жұмыстан қайтқан отыншылар өтіп бара жатыр екен. Олар айқай-шуды естіп, үйге жүгіріп кірген бойда кемпірдің төсегінде жатқан қасқырды көреді. Отыншылар оны өлтіріп, көп ойланбастан ішін жарады. Қасқырдың ішінен аман сау кемпір мен қызыл телпек шығады.